Кимешек кей жерде шылаушы деп те аталады. Қазақ халқының қарт әйелдері киетін дәстүрлі ұлттық бас киім. Кимешек әр өңірде, мен әзір сіздерге киіп көрсетейін. Қазақ халқының әр өңірінде кимешектердің түрлері әртүрлі болып келеді. Оюы өрнегіне қарай. Кимешекті ақ түсті матадан жасайды. Бұл ақ түс әже болудың белгісі. Кимешектің астары оқа жіптермен және мынандай алды жақ деп аталады. Осылардың барлығы оқа жіптермен безендіріледі. Жиектері астарланады. Кимешек әжелердің салтанатын, парасатын, биіктігін және даналығын білдіреді. Кимешектің алдыңғы жағы жақ деп аталады. Оны қол кестемен кестелейді. Ал артқы жағындағы белден төмен қарай түсіп, мынадай және де шашты жауып тұратын жері ұзын ұшын бұл құйрықша деп аталады. Кимешек көбінде иықты және жотаны, кеудені жауып тұратындай, осындай тұйық етіп жасалады. Әдемі өнер музейіндегі менің коллекциямда да кимешектің бірнеше түрі сақталған. Мысалы, мына менің ұлт жауһарлары кітабымда мына бетінде мына кимешек, мысалы, күміспен, моншақтармен шектіленген, көріп тұрсыздар, күміс және моншақтар бар. Бұл кимешек оңтүстік Қазақстан 19 ғасырда жасалынған күміс қалыптама және маржан кесте маталарында. Осындай өнермен безендірген кимешек әзір музей қабырғасында сақталған. Кимешектің кеуде бөлігінің ұшына күміс теңгелер тағылады. Бұл кимешекке сән беріп тұрады және төмен қарай басып, жазылып тұруына әсерін тигізеді. Кимешек әжелердің басын шаң тозаңнан сақтайды және шаштың қобырап тұрмауына көмектеседі. Дәстүрлі қазақ қоғамында жаңа түскен келін басына жаулық салады. Ал ауыр аяқ болғаннан кейін сән салтанатқа сәукеле киіп жүруді ерсі көріп, кимешек кию рәсімін жасайды. Ол кезде ауылдың әже апалары жас келінге кимешек кигізеді. Бұл кимешек кигізу салт жоралғысы деп аталады. Кимешек кигізген әже өзінің сый-сияпатын алады. Халқымызда бұрында мынадай нақыл сөз бар ғой, кимешек қартайтпайды, марқайтады деген. Осы нақыл сөзге сүйене отырып, әжелеріміздің, аналарымыздың қаншалықты ардақты екендігін көруімізге болады.